Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 83-ші сабақ өзіңді тексер. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Алма барда алмұрт алар ма? Алмұрт алма, алма ал. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Алма сөзінің амоним екенін дәлелде. Бізде мұнда алма деген екі сөз берілген. Яғни бұның біз амоним екенін дәлелдеуіміз керек. Алмұрт алма. Алмұртты қолыңа алма деген мағынада айтылып тұр. Алма ал, яғни нені ал? Алма жемісін қолыңа ал дейді. Бұлардың амоним екені екеуі жазылуы бір, бірақ мағыналары әртүрлі болғандықтан бұл сөздер бізде амоним сөздер болып саналады. Келесі 2-ші жаттығу. Бос төргөздерге тұсындағы сөздердің антонимін тауып жаз. Бізге берілген сөздер тар, жаңа, жақсы, жуан және жарық. Енді осы сөздерге біз антонимдерін тауып жазуымыз қажет. Тар сөзіне антоним кең, жаңа сөзіне антоним сөз ескі, жақсы сөзіне жаман, жуан сөзіне антоним жіңішке, ал жарық сөзіне антоним қараңғы. Келесі 3-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Орманшы қызы қасында қатар келеді. Қайыңның сөлін басқаша қалай дер еді? Қайыңның сөлі басқаша айтсақ, шырын ғой. Шырын да, сөл де екеуі теңдес ұғым ғой. Өлеңнен сөл сөзіне мағынасы жоқ сөзді тауып жаз. Бұл екі сөздің синоним екенін дәлелде. Өлеңде сөл сөзіне мағынасы жоқ сөз шырын. Яғни сусыны, шырыны, сөлі барлығы да бұл бізде синоним сөздер. Жазылуы әртүрлі, бірақ мағыналары бірдей. Сол үшін де бұл сөздер синоним сөздер деп аталады. Келесі 4-ші жаттығу. Кестені дұрыс толтыр. Яғни бұл кестеде бізге түбірін, жұрнағын және жалғауын жалғап сөзді аяқтауымыз қажет. Берілген сөздер құрылыс, көл, кітап, дос, жаз. Енді осыларға жұрнақ жалғау арқылы сөздерді жалғастырайық. Құрылыс түбірі, ш жұрнақ, құрылысшы, лар бұл жерде жалғау. Құрылысшылар деген сөз шығады. Кітап. Кітапқа тар жалғау жалғану арқылы кітаптар деген сөз шығады. Көл. Шік жұрнағы арқылы көлшік деген сөз шығады. Көлшіктер деген жалғау жалғану арқылы көлшіктер деген сөз шығады. Дос. Тық жұрнағы жалғану арқылы достық сөзі шығады. Оған қа жалғауын жалғау арқылы достыққа деген сөз шығады. Және де жаз сөзіне дық жұрнағы жалғану арқылы жаздық деген сөз шығады. Міне осы кестені дұрыстап дәптерге жазып аламыз. Келесі 5-ші жаттығу. Суреттер мен тірек сөздерді қолданып, денім сау болсын десең тақырыбына әңгіме құрастырып жаз. Мұнда бізге берілген сөздер спорт, таза ауа, дәрумендер, күн тәртібі, ұялы телефон және де жақсы көңіл күй. Енді осы сөздерді қатыстырып, денім сау болсын десең тақырыбына әңгіме құрастырайық. Денім сау болсын десең. Балақай, денім сау болсын десең спортпен шұғылдан. Таза ауада көп серуендеп, дәрумендерді уақытылы жеуді ұмытпа. Сонымен қоса күн тәртібін орнатып, ұялы синтетикті аз қолдан және де үнемі жақсы көңіл күйде жүруге ұмтыл. Енді осыны дәптерге әдемілеп қатесіз жазып аламыз.